Бабаларымыз осы қабырғада атылды. Ахмет Байтұрсынов атылды. Міржақып Дулатов атылды. Жаханша Досмұхамедов атылды. Алихан Ермеков атылды. Халел Досмұхамедов атылды. Құдайберген Жұбанов атылды. Жүсіпбек Аймауытов атылды. Нәзір Төреқұлов атылды. Темірбек Жүргенов атылды. Әлихан Бөкейханов атылды. Және де тағы басқа көптеген бүркіт сияқты тік мінезді, еркіндікті аңсаған қасқыр мінезді көптеген бабаларымыз атылды. Бұл бабаларымыз неге атылды? Бірі білсе, бірі біле бермейді. 1928 жылдан бастап Алаш партиясының мүшелеріне қарсы жүргізілген жаппай қуғын-сүргін, тұтқынға алынғаннан кейін оларға кеңес өкіметін құлату жолындағы қарулы күреске қатысты ұлтшылдық насихат жүргізді. КСРО-ға қарсы күресіп жатқан шет мемлекеттермен байланыс жасады деген айыптар тағылды. Алаш партиясының мәні неде болды? 20 ғасырдың басында қазақ халқының ұлт-азаттық күресі кезеңінде Алаш қозғалысы пайда болды. Оның басты мақсаты тәуелсіз қазақ мемлекетін құру еді. Тарихымыздың қасіретті беттерін, саяси қуғын-сүргін мен ашаршылық құрбандарын еске алу халқымыз үшін қашанда қасиетті болып табылады және болып қала бермек. 1930-1940 жылдардағы жаппай саяси қуғын-сүргін миллиондаған адамдар үшін ең үлкен трагедияға айналды. Қазақ халқының біртуар ұлдары Шәкәрім Құдайбердиев, Ахмет Байтұрсынов, Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабаев, Бейімбек Малин және тағы басқалары тоталитаризмнің құрбаны болды. Өткен ғасырдың 30-50 жылдары аралығында Қазақстанның көрнекті ғылым мен мәдениет қайраткерлері, ұлттық зиялы қауым өкілдері жаппай қуғын-сүргінге ұшырады. Олардың тағдырлары қайғылы. Кейбіреулері атылды, қалғандары әртүрлі мерзімге сотталды. Олардың кейбірі лагерде қайтыс болды, тірі қалған бөлігі қайтадан сотталды. Бұл Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Мағжан Жұмабаев, Міржақып Дулатов, Халел Досмұхамедов, Жаханша Досмұхамедов, Уәлихан Танашев және тағы басқалар сияқты көрнекті тарихи тұлғалар. КСРО жоғарғы сотының әскери алқасының мәжілістерінде, НКВД-ның кезектен тыс мәжілістерінде және 3+2 деп аталатын жиындарда шешілді. Қазақтарды Жапония мен Германияның пайдасына тыңшылық жасады деп жиі айыптаған. Бұл айыптаушылардың өздерінің мойындауларымен ғана расталған және істер бойынша басқа дәлелдер болмаған кезде сотталған. Кеңес өкіметіне қарсы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді деген айыптаулар негізінен көршілері мен әріптестерінің айыптауларына негізделген. 1921-1954 жылдар аралығында Қазақстанда 100 мың адам сотталып, оның 25 мыңы өлім жазасына, ату жазасына кесілді. Алаш қазақ, оян қазақ. Мына Қостанай қаласы кезінде қазақтың зиялыларын осы қабырғаға тұрғызып қойып атқанғы міне оқтың іздерін қараңыздар. Қараңыздар оқтың іздерін, шұрық тесік қабырға. Қараңыздар мынау оқтың іздерін. Қараңыз, бабаларымыз қандай қиыншылық көрген, Алла Тағала иншалла шейіттердің қатарынан етсін иншалла. Міне Қостанай облысында, Қостанай қаласында осындай музей